Бұл кітаптың басты кейіпкерлері Роберттің екі әкесі. Біріншісі өзінің туған әкесі болса, екіншісі жақын досының әкесі. Өзінің туған әкесі ғылым докторы болатын және де университетте сабақ беретін. Ал екінші әкесі болса, 8-ші сыныпта аяқтап, толықтай өмірге араласып, шаруа жасап, барлығын тәжірибеде үйренетін. Екеуі де осы өмірде жанұяны баға алатындай табыс табады. Дегенімен екінші әкесі өмірінің соңында Гавай аралында тұратын бай адамдардың қатарында болып, балаларына ондаған миллион ақш ақшасына пара-пара байлық қалдырса, ал өзінің туған әкесі болса, өмірдің соңында банкротқа ұшырап, қарызға кіріп, ақыр аяғында төленбеген қарыздар қалдырып кетуіне мәжбүр болады. Табыс табу дегеніміз негізінде мектепте немесе жоғары оқу орындарында үйретілмейтін ғылымның бір түрі болып табылады. Мектепте үйрететін білімнің барлығы мансап, яғни карьера құру үшін арналған. Дегенмен біз қазір білеміз, түсінеміз, мансап міндетті түрде қалаған табысқа қол жеткізеді деген сөз емес. Бірақ көптеген жанұяларда ата-аналар балаларына барлығы бірдей жол көрсетіп жатады. Егер сіздің ата-анаңыз да өздігінен байлыққа қол жеткізбеген болса, яғни 1% адамдардың қатарына енбеген болса, олар сізді кедейлікке үйретуі әбден мүмкін. Бұл дегеніміз олар сізге қастандық ойлайды деген сөз емес. Қалай мол табысқа қол жеткізуге болатынын олар өздері де білмейді және де өздерінің көзқарастарын өзгерту мақсатында осы кітапты да оқымаған болуы әбден ықтимал. Дәл осындай жағдай менде де бар. Менің ата-анам 1% бай адамдардың қатарынан емес, және де өздері байқамай мені кедейлікке үйрететін. Егер сізде де осындай жағдай болып жатса, кітапты оқып, бай әкенің кеңестерін тыңдап, сәйкесінше әрекет етіңіз. Көптеген адамдар үлкен жалақы біздің материалды мәселелерімізді шешеді деп ойлайды. Ал іс жүзіне келетін болсақ, біздің материалды мәселелерімізді үлкен жалақы емес, ал мол табысқа қол жеткізетін білім шешеді екенді. Басты адасу мәселеміз, біз ақша үшін жұмыс жасаймыз. Өзіміздің қуатымыз бен уақытымызды жақсы жалақы алу үшін жұмсаймыз. Бастапқы уақытта қажетті соманы жинау үшін жұмыс істеу керек. Дегенімен де байлыққа қол жеткізу үшін ақшамыз біз үшін жұмыс жасайтындай әрекет етуіміз керек. Ол үшін екі қаржылық терминді білуіміз керек. Ол актив және де пассив. Актив дегеніміз сіздің ақшаңыздың көбеюіне септігін тигізетін құралдар. Ал пассив дегеніміз сіздің ақшаңыздың таусылуына септігін тигізетін құралдар. Кез келген зат актив немесе пассив болуы мүмкін. Мысалы, сізде жеке автокөлік бар делік, және де ол сізге қызмет етіп тұру үшін сіз оған ай сайын 100 мың теңге салып тұратын болсаңыз, жанармай, қосалқы бөлшектер, штраф және тағы басқалар, бұндай жағдайда ол көлік пассив болып саналады. Ал ол көлікті арендаға беріп, ай сайын 100 мың теңге алып отырсаңыз, ол актив болып саналады. Активке жеке бизнес, жылжымайтын мүлік, компания үлестері және де сол сияқты қаржы әкеліп отыратын заттар кіреді. Ал пассивке маңызды емес, аз уақытқа ғана эмоция беретін заттар кіреді. Қымбат телефондар, көліктер, үлкен үйлер, несиеге алынған заттар және де тағы басқалар. Осы екі терминдардың айырмашылықтарын түсіну өте маңызды. Не себепті бай адамдар одан әрі байлыққа кенеліп, ал кедейлер одан сайын кедей бола береді? Себебі бай адамдар тапқан табыстарына актив сатып алады, ал кедей адамдар пассив сатып алып отырады. Сондықтан да уақыт өткен сайын байлар одан сайын байыса, ал кедей адамдардың өмірлік деңгейлері немесе орында тұрады, немесе одан сайын қиындап кетіп жатады. Ал не себепті біз пассивтерге жұмсап жатамыз ақшамызды? Себебі жұрт көрсін, менде мүмкіншілік бар, жағдайым жақсы деп ойласын деген ой болуы мүмкін. Расында жұрт солай ойлауы да мүмкін, бірақ жұрттың не ойласа да бізге одан тиер пайда қандай? Егер қалтамыз тайыз болса, несиені қалай төлеймін деп қиналып жүрсек. Мүмкін қазір несие төлейтіндей жалақы бар шығар. Дегенімен жұмыстан ойда жоқта шығып қалсақ, күніміз әрі қарай не болмақ? Әсіресе қазіргі уақытта пандемия кезінде жаппай жұмыссыздық көбейіп жатқанын өздеріңіз де білесіз. Мен сізге өзіңізге жақсы көңіл-күй сыйлайтындай сыйлықтар мүлдем жасама деп жатқан жоқпын. Жасаңыз. Тек тапқан табысыңыздың барлығын жұмсаудың қажеті жоқ оған.
шама келсе табыстың басым бөлігін бастапқы капитал құру үшін жинап, ал қалғанын күнделікті тұрмыс тіршілікке жаратсаңыз болады. Ал жеткілікті сома жиналған соң, оны активке жұмсап, сол активтен келетін табыстан, мысалы, сол активтен келетін табыстан өзіңізге сыйлық жасасаңыз өте дұрыс болар еді. Онда да түгелдей жұмсап тастамай, барлығын активтеріңіздің санын арттыру мақсатында тағы да қаражат қорын құрып, сондай жинай берсеңіз болады. Себебі сіздің активтеріңіздің әкелетін таза пайдасы сіздің барлық шығындарыңызды жауып және артық қалатындай жағдай жасау керек. Қанша мысал келтірсем де, кітапты оқып өздеріңіз оқып алған білімге жетпейді. Сондықтан да кітапты қорытындылайтын болсақ, психологиялық тұрғыдағы кедей адамдар өмір бойы ақша үшін жұмыс жасап, жалақы көтерілсе, барлық мәселе шешіледі деп ойлайды. Ал қарама қайшы психологиялық тұрғыдағы адамдар жеткілікті қаржы жиналған соң, оны айналымға салып, ақша өзіне қызмет ететіндей жағдай жасауға тырысады. Жеткізгім келген негізгі ой осы. Пайдасы тиіп жатса, лайк басып, жақын адамдарыңызбен бөлісіңіз. Сіздермен болған Руслан, келесі кездескенше сау болыңыз.